ертеде бір кішкентай қыз өмір сүріпті. Әжесі оған қызыл телпек сыйлаған екен. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы бәліш пісіріп, қызына «Қызым, мына бәлішті әжеңе апарып, қал жағдайын біліп қайтшы» дейді. Қызыл телпек «Жарайды анашым, апарып берейін» деп бәліш салынған себетті алады. Жолға шықпас бұрын анасы қызыл телпекке «Қызым, сен орманның ішімен жүрме, ол жер қауіпті, орманды айналып өт». Қызыл телпек анасының айтқан сөзін ұмытып кетті де орман ішіндегі жолға түсті. Ол өлең айтып, гүл теріп, асықпай жүрді. Бір кезде орманның ішімен келе жатқан қыздың алдынан бір қасқыр шыға келді. «Қызыл телпек, қайда барасың?» деп сұрайды қызды жегісі келген қасқыр. «Мен әжемнің үйіне барамын». «Ал әжең қайда тұрады?» «Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылда, сол жердегі бірінші үйде тұрады». Қасқыр жақын жердегі отыншылардың даусын естіп, қызға тиіспейді. Ол алдымен әжесін жемек болды. «Сен мына жолмен бар, мен ана жолмен жүрейін» деп қасқыр өзіне ауылға апарар төте жолды таңдап алады. Қыз ұзақ жүретін жолға түседі. Ал қасқыр алды-артына қарамай тура ауылға қарай бет алады. Қызыл телпектің әжесінің үйіне осылай ерте жеткен ол есікті қағады. «Тоқ, тоқ, тоқ, бұл кім?» деп сұрайды әжесі. Қасқыр даусын жіңішкертіп: «Әже, бұл мен ғой, қызыл телпек». «Айналайын қызым, тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады» дейді дауыстап. Қасқыр жіпті тартып қалады. Сол кезде есік ашылады. 3 күн аш жүрген қасқыр баса көктеп кіріп келеді. Аш қарақтанып, бірден әжейді бас салады да бүтіндей жұта салады. Содан соң есікті жауып, басына әжейдің қалпағын киіп, төсегіне жатады да қыздың келуін күтеді. Сәлден соң есікті қызыл телпек қағады. «Тоқ, тоқ, тоқ, бұл кім?» «Бұл мен, сіздің немереңіз қызыл телпекпін». Қасқыр даусын өзгерте қойып, жіңішке дауыспен: «Тұтқаның жанындағы жіпті тарта ғой қызым, сонда есік ашылады» дейді. Қыз жіпті тартады. Есік ашылып, үйге кіреді. Көрпемен бүркеніп жатқан қасқыр оған: «Қызым, себетті үстелдің үстіне қойып, өзің менің қасыма кел». Қызыл телпек бәлішті үстелдің үстіне қойып, қасқырдың жанына жақындайды. Қасқыр енді: «Жолдан шаршаған боларсың, қасыма кеп жата ғой» дейді. Әжем деп ойлаған қызыл телпек қасқырдың жанына жатады да: «Әже, сіздің қолыңыз неге үлкен?» деп сұрайды. «Сені құшағыма қатты басу үшін, қызым». «Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен?» «Сені жақсы есту үшін, қызым». «Әже, көзіңіз неге үлкен?» «Сені жақсы көру үшін, қызым». «Әже, тісіңіз неге сондай үлкен?» «Сені тезірек жеу үшін, қызым-ау» деп қызыл телпекті бас салып, аяғындағы кебісі қызыл телпегімен бірге жұта салады. Байғұс қыз айғайлап та үлгермейді. Енді қасқыр далаға шығады. Қарны қампиып жүре алмағандықтан жатып ұйықтап алайын дейді. Орманнан үйіне келе жатқан отыншы әжейдің есігінің алдында ұйықтап жатқан қасқырды, оның қампиған қарнын көріп, бәрін түсінеді. Ол бірден қасқырдың қарнын жарып жібереді. Қасқырдың ішінен қызыл телпек пен әжесі дін аман шыға келеді. Отыншы қасқырдың қарнын қайта тігіп, бос қоя береді. Қызыл телпек пен әжесі отыншыға мол алғыстарын білдіреді. Әжесі шай қойып, немересі әкелген бәліштерді себеттен шығарып дастархан жаяды. Сөйтіп үшеуі жақсылап тұрып шай ішеді. Қасқырдың сыбағасын қалай бергендерін айтып мәз болады.